Мен біздің басты құндылығымыз саналатын егемендігіміз бен елдігімізге қатысты маңызды мәселе тоқталғым келіп отыр. Ұсынылып отырған түзетулердің қоғамдық саяси тұрақтылықты қорғауға бағытталған нақтылаушы нормалар жайында бірер сөз айтсам, рұқсат берсеңіздер, осы норманы толық оқып берсем. Конституциялық құрылыстың негіздерін күштеп өзгертуге бағытталған насихатқа, Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығы мен егемендігіне қол соғуға, қоғамдық тәртіпті бұзуға, ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіруге, соғысты, қарулы қақтығыстарды, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, этникалық, діни артықшылықтарды немесе араздықты, қатыгездік пен зорлық-зомбылық культін насихаттауға, сондай-ақ осындай әрекеттерге араңдатушылық қызмет пен оларды жүзеге асыруға үндеуге жол берілмейді. Құрметті әріптестер, мен оқып берген нормаларда ешқандай жаңа тыйымдар енгізіліп жатқан жоқ. Әңгіме тіпті құқықтарды шектеу аясын кеңейту туралы емес. Әңгіме мемлекет пен қоғам үшін қол соғуға болмайтын іргелі құндылықтарды нақты әрі айқын атау туралы болып отыр. Ұсынылып отырған редакцияда біз мыналарды нақты көрсетеміз. Конституциялық құрылысты күштеп өзгертуге шақыруға, Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығы мен егемендігіне қол соғуға, қоғамдық тәртіпті бұзуға, ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіруге, соғысты және қарулы қақтығыстарды насихаттауға, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, этникалық және діни артықшылықтарды қоздыруға, зорлық-зомбылық пен қатыгездікті дәріптеуге жол берілмейтіні конституциялық деңгейде бекітілді. Сонымен қатар, тек осындай әрекеттердің өзі ғана емес, оларға араңдатушылық қызмет пен үндеулерге де жол берілмейтіні нақты жазылды. Бұл өте маңызды құқықтық нақтылау. Өйткені заңға бағыну тек жазалау арқылы ғана емес, ең алдымен құқық бұзушылықтың алдын алу арқылы қамтамасыз етіледі. Біз мемлекетке, қоғамға және бейбіт өмірге қауіп төндіретін әрекеттердің шегін анық көрсетіп жатырмыз. Бұл демократиялық мемлекеттің өзін өзі қорғау тетігі. Қадірлі әріптестер, тұрақтылық пен қауіпсіздік кез келген құқық пен бостандықтың іргетасы. Сондықтан бұл түзетулерді еркіндікті шектеу деп емес, еркін қоғамның негізін қорғау деп қабылдауымыз керек.